Қайырлы кеш. Бізде қазір кешкі уақыт, жұмыс күннің соңы. Тілші жобаларын дамыту үшін біз бір үлкен жобаларға кіріп кеткенбіз. Сол жоба аясында біздің менторымыз, біздің стратегиялық жоспарымызды жазып беріп жатқан, басқа да көп шараларға көмектесіп жатқан менторымыз Бақыт Аманжолқызы Ақтөбеге келді. Осы сәтті пайдаланып, студияға шақырып алып отырмыз. Қош келдіңіз. Сізді коммуникация маманы ретінде білеміз, Бақыт. Өзіңіз таныстырсаңыз толығырақ, ақтөбеліктер үшін кімсіз? Сіз жалпы, мен білуімше, Қазақстанда медиа нарығында жаңа тұлғасыз. Сіздің есіміңіз осы, мен әрі кетсе бір жарты жыл болды естігеніме. Оған дейін Бақыт Аманжол деген Гуглда да жоқ, шындап келгенде. Кімсіз, қайдан шықтыңыз, немен айналысасыз, жарқ еттіңіз де бірден бір ортада танылып кеттіңіз. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз, кім екеніңізді. Жақсы. Солай болған екен ғой, мен ол жағын білмедім. Енді есімім Бақыт Аманжолқызы. Мен коммуникация саласында, негізі медиа саласынан бастап, қазіргі күнге де есептегенде 16 жылдай жұмыс істеп келе жатқан адаммын осы салада. Негізі жаңағы нағыз отымен кіріп, күлімен шығып, сондай қайнаған ортадан өскен маманмын деп айта аламын. Бэкграундым негізі хабар және Қазақстан арналарында, мемлекеттік медиада басталған. Ол жерде мен енді шын айту керек, мына журналистика, тілшілік емес, көбінесе медиа менеджмент жағына, әкімшілік жағына көп араластым. Көптеген қазақстандық жобаларды ол кезде, сол жас кезімізде басталуына, олардың көрерменге жол тартуына жұмыс жасадық, енді қолымыздан келгенше. Одан кейін бірнеше жыл жаңағы шетелде тұрдық, шетелдік бірнеше арнада тәжірибеден өттім осы медиа менеджмент саласы бойынша. Одан кейін ақш-та, сол Чикаго қаласында Northwestern University деген бар, сол жақта коммуникация саласында магистратураны бітірдім. Қазіргі уақыт оның ішінде жаңағы маркетинг коммуникацияға маманданған маман болып магистратура бағдарламасын бітіріп келдім. Қазақстанға келгеніме болашақтан кейін биыл міне 6 жыл болады екен. 5 жылдық межеден өттік, болашақтарын көбі түсінеді. Қазақстанға келе сала бизнес саласы емес, енді жалпы мекеме бойынша, мекеме коммуникация, мекеменің құратын маркетинг коммуникация саласына көңіл бөлдім. Медиа, енді оның алдындағы медиадағы тәжірибені көп пайдаланған жоқпын. Енді содан кейін сол 2 жылдай болды, 2 жыл болады, өз агентствоны құрдым. Осы Алматы қаласындамыз, AB Communications деген қазақ нарығына, қазақы бизнесқа арналған маркетинг жаңағы стратегия құрамыз, жұмыс жасаймыз. Тек қана сол бизнес саласы емес, сонымен қатар сіздер сияқты аймақтық және ірі республикалық медиаларға жаңағы стратегиялық коммуникация және жалпы бизнес ретінде даму маркетинг бойынша қызмет көрсетеміз. Жаңа Бақыт Аманжол деп іздеген кезде шынымен Гуглда таппадық та ақпарат. Енді ақш-та оқып келдім деп айтып жатсыз. Ол жағы түсінікті. Енді Қазақстанда қай жақта білім алдыңыз? Осы Қазақстанда ең бірінші. Және ақш-та сол екі айырмашылықты айтып бере аласыз ба? Сол мектепті, өткен мектебіңізді. Мен өзім енді Алматы қаласында туып өстім. Алматы қаласында 11 жыл бір қазақ мектебінде оқыдым. Одан кейін СДУ университетін бітірдім. Ол жерде жаңағы ол кездегі журналистика емес, жаңа филология факультеті, ағылшын және француз тілдерінің маманы ретінде. Бірақ ол кезде педагогика саласына емес, ол мен жаңағы телевидение, сол кезде хабар біздің әйгілі жаңағы үйдің қасында да жақын болды, жалпы қаланың ішінде де, сол жерге жұмысқа кірдім. Азамат бағдарламасында жаңағы пікірсайысшы ретінде, қатысушы ретінде қатыстық студент кезімізде. Сол жолмен жаңағы медиаға келдім деуге болады. Ал кейін жаңа араға айтып тұрмын ғой, 10 жылы салып, мен өзімнің мамандығымды жаңағы коммуникация саласы бір жағынан кеңейтіп, екінші жағынан жаңағы бизнеске жақындату мақсат болды. Сондықтан сол магистратураны оқыдым. Әрине, екі жақ, ол кездегі бір жағынан уақыт айырмашылығы бар, бакалавриат пен магистратураның арасында. Екінші жағынан мен де маман ретінде басқа, енді пісіп жетіліп барып магистратура бағдарламасын оқыдым деуге болады. Енді ақш-тағы жалпы мен оқыған бағдарламада өте сәтті таңдалды деп ойлаймын. Жалпы негізі жолым болды ол жағынан, университет таңдау жағынан да, жаңа бағдарламаны таңдау жағынан да. Себебі ол жерде көбінесе өз саласында маманданған, осы коммуникация, біреу пиар, біреусі маркетинг, кейбіреулер жаңағы diversity деген бар. Сол салаларда өте керемет маманданған, 5 жылдан, 6 жылдан, 10 жылдан аса
тәжірибесі бар мамандар осы магистратура бағдарламасында оқыды. Яғни бұл жерде бакалавриаттағы алған негізгі білім болса, бұл жерде тәжірибемен жинақталған, оны негізгі білімге тағы да жаңа теориясын қоса отырып айналдырған бір жақсы тәжірибе болды деп ойлаймын. Чикагода оқыдыңыз, иә? Алғашқы оқуға, жұмысқа барған кезде артқа бұрылып Қазақстанның медиа нарығын сырттай көріп отырдыңыз ғой. Көзіңізге қандай, енді жетістіктерін өзіміз айтып жүрміз ғой, минустар көзіңізге түскен бірден оттай, мына біздің медиа нарықта мынау жетіспейді екен, көп сөзділік бар екен, білмеймін, жаңа технология көп қолданылмайды деген сияқты бір өзіңізде ойыңызда картинка пайда болды ма? Енді медиа нарық дегенде мен өзім сол кезде қазақстандық медиа, ол кезде әлеуметтік желі жоқ, біздің 2009-10 жылдары Facebook пен Instagram енді шығып жатқан кез. Ол кезде біз сол кезде енді мемлекет тарапынан қаржыландырып жатқан ең үлкен медиа жаңағы площадкалар, сол хабар арнасы, Қазақстан арнасының өзінде қалай әлеуметтік желіге кіргені, ол жерде қалай қаншалықты менеджмент жүргенін көргеннен кейін, ол кезде біз 12-13 жылдары сол Қазмедиа орталығына көшіру, осы екі біреу корпорация, біреусі агенттік көшіру барысында мен маман ретінде жұмыс жасадым, тікелей сол құжаттармен жұмыс жасадым, яғни жаңа айтқандай күнделікті жұмысым сонымен байланысты болғандықтан, енді сыртқа қарасам, қазіргі уақытта сол кездегі қағидалар, сол кездегі негізгі жаңағы аутсорспен жұмыс бойынша қағидалар ешқандай қатты өзгермеген деуге болады. Ал контент жағынан айтатын болсақ, ол жаңағы мессенджердің қолдануы, форматтардың қолдануы, ол кезде кішкене ізденіс көптеу болған сияқты деп ойлаймын қазірге қарағанда. Ал ақш-пен салыстырғанда кішкене ол жерде жұмыс істеген салам басқашалау болды. Ол жерде мен жаңағы пиар агенттікте жұмыс жасадым, коммуникация агенттігінде. Ол жердегі жұмыс енді тікелей медиаға қатысы жоқ деуге болады. Енді осындай съемкаға шықпаймыз, ол жерде жаңа журналистермен тікелей медиа менеджмент емес деуге болады. Ол жерде кішкене аналитика жағына көп көңіл бөлдік, және жаңағы стратегияға, аналитиканы дайындау бөлімінде жұмыс жасадым. Бұл кішкене басқалай тәжірибе, сондықтан біраз салыстыруға келмейді деуге болады. Бірақ ақш-та оқыған уақытта Қазақстандағы өзгерістер ол кезде көп болып жатты. Сол кезде жаңағы бірінші президентіміз елбасы өзінің қызметін тапсырған кезде біз ақш-та оқып жүргенбіз. Сол кезде елге деген сағыныш, әрине жүрегің ауырады, қалай болады екен деген сияқты нәрсе болды. Бірақ маман ретінде ол кезде сол кезбен қазіргі кезде оның алдында жұмыс істеген кезде медиада шын айту керек, ондай әсіресе мемлекеттік медиа деуге болады, қатты өзгерісті байқаған жоқпын. Осы. Жаңа бэкграунд деп айтсыз ғой, жақсы бэкграундтар бар деп. Маған қызығы, әрбір спикер келген кезде мен өзінің бір күшті бір кейстарын сұраймын да, бөлісіп берсе, егер ойында жүрген бір түртіп алатын кейстар болса, сонда айтып бере аласыз ба? Бар ма сондай кейстар? Қазақстанға келгендегі немесе сол жаңағы шетелдегі, Америкадағы жұмыстарыңыз? Қазақстанға келгендегі немесе Қазақстанға мен келдім 2019 жылы, дипломды қолға алдық. Ол кезде қыркүйектің басы. Ол кезде мен ақш-тағы сол агенттікте 6-7 ай жұмыс істеп жүрген кезім. Олар әрине қалуға, кез келген болашақтың алдында, көбісінің алдында тұратын, қалуға жаңағы ұсыныс жасады, жақсы жалақы, жаңа корпоративті Американы көрдік дегендей. Содан кейін келіп жаңағы Лос-Анджелестен Қаскелеңге келдім. Соның өзі мен үшін өте қызықты кейс болды, себебі өзім оқыған университет, бірақ ол өте кездейсоқ бір нәрсе, және де жолым болған бір сәтті бір нәрсе деп ойлаймын, сәтті бір оқиға деп ойлаймын. Сол кезде Қаскелеңге келген кезде дәл сол жерде как раз маркетинг маманы қажет екен. Яғни тура пазл жиналған сияқты болды, және ол кісілер маркетинг маманы біраз уақыттан бері іздеп жатқан екен. Сондай қызықты нәрсе болды. Одан бөлек әрине сол кезде СДУ университетінің ішінде біраз кейстер өте көп болды, себебі мысалы біз жаңағы мерч жасаймыз, жаңағы охранаға не жасаймыз, жаңағы қызмет, жаңағы СДУ-ның ерекшелігі ғой, стор ма? СДУ стор ең бірінші СДУ-да ашылды. СДУ сторды біз мерч ретінде, енді біз шын айту керек, бізде мысалы журналистер болсын, медиа мамандар болсын, контент бойынша қарайды ғой, ол былай ашыпты, ал оның ар жағында қаншама менеджментпен, қаншама теория, оны ашудың өзінің жаңа контракт бойынша спецификасы бар. Осының көбісін ескермейді. Біз сол бар
барлық заңдылықты сақтай отырып аштық. Және жалпы ол ғана емес, мысалы біз жаңағы университеттің имиджін көтеру үшін жасалатын материалдық болсын, басқа имидждік мәселелер болсын, оның әрқайсысын Қазақстанға қызықты етіп алып келу, жаңа бір кейс ретінде алып келіп, оны ол жерде мен жасалады бұл, яғни болашағы бар деген нәрсені дәлелдеу, осының әрқайсысы бір қызық кейс болды деп айта аламын. Жаңа стратегия деп көп айтылып жүр ғой қазір. Мен өзім практикамда бірнеше редакцияда істедім. Қазақстанның осы жергілікті республикалық стратегия деген сөзді біз естімейміз, иә. Енді жүгіріп жүрген журналистер өзара әңгімелескенде де ондай сөз қолданылмайды, бізде ондай термин көп айтыла бермейді. Қазір стратегия барлық жерге керек. Кішкентай шағын бизнеске де, үлкен корпорацияларға екі бастан. Жалпы енді сіздің осы араласып жүрген жұмысыңыз ғой. Шағын медиаларда біз сияқты стратегияның маңызы. Жалпы не үшін керек пе? Оны журналистер білу керек пе ол стратегияны? Олмен жұмыс істеу керек пе? Сол туралы айтып беріңізші. Енді қазіргі уақытта медиа нарықта мен айтайын, Қазақстан болсын, мына Орта Азия болсын, Орта Азия елдерінде қоса айтуға болады. Сіздердей кішігірім медиа ғана емес, тіпті үлкен алпауыт медиалардың өздерінде даму стратегиясы деген нәрсе жолға қойылмаған деуге болады. Мен оны маман ретінде айта аламын. Және көбінесе бұл іске жалпы ол жаңағы бренд ретінде қарастырамыз ғой біз кез келген медианы. Бизнесті де мысалы бренд ретінде қарастыратын болсақ, оны бренд ретінде даму, қалу, сенімге ие болу, осы алға қойған мақсаттары және алға қойған мақсаттарына сай жасалған қадамдарымен өлшенеді. Оның өзі мысалы стратегия. Негізі ол жаңағы мен лекцияда оқыған кезде де айтамын, стратегияның негізгі түпкі бастамасы ол кәдімгі соғыс кезінде ең мықты стратегтер сол кездегі Наполеон, содан басталады ғой, барлығымыз білеміз ол жағын. Сондықтан менің ойымша үлкен болсын, кіші болсын, жеке адам болсын, жаңағы бренд болмаса да, кішігірім бизнес болсын, оның ары қарай қалай қадам жасаймын, былай істесе не болады деген сияқты өзінің жоспарлары болады. Оны біз бірден стратегия деп айта алмаймыз, әрине, бірақ оның элементтері әр жерде біздің күнделікті өмірде де қолданады. Осы ал қазақ медиасында мен айтқым келеді, бұл қазіргі уақытта өте маңызды мәселе. Жаңағы жеке меншік болсын, үлкен мемлекеттік медиа болсын, өзінің көлеміне қарамай, адам санына және шығаратын материалына қарамай, сондай алдарына сызылған жаңағы жоспар, жететін межені қою керек. Қазақстандық медианың қазіргі беталысы қалай деп ойлайсыз? Мысалы 25-ші жылғы трендтарды қазақстандық медиа қолданып келе жатыр ма? Мысалы бір келтіретін болсақ, жасанды интеллект деп алайық. Жасанды интеллекттің пайдасы немесе зияны, мысалы маркетингте оның пайдасы көп бола ма, әлде зияны көп бола ма? Мысалы бір кадрларды ауыстырып тастау, қазір бәрі қорқып жатыр ғой, жасанды интеллект жұмыс орындарын тартып алады деген секілді. Маркетингте осы жасанды интеллекттің орнын айта аласыз ба? Және Қазақстанда қалай дамып келе жатыр осы нарықта? Менің ойымша, жалпы маркетинг саласы болсын, медиа саласы болсын, кез келген жаңашылдыққа ең бірінші ашық тұратын екі индустрия деп ойлаймын. Мысалы біз басқа индустрияларға кейін енсе жаңалықтар, әсіресе жасанды интеллект ол бірінші осы салаларға енеді деп өзім білемін, және солай болып келе жатыр. Қаншама алматылық агенттік бар, астаналық үлкен қалалардағы жүргізетін мысалы копирайтерлар, мен жаңағы сөзімді растайтын шығар, көбісі уже ChatGPT арқылы текстерді оңтайландырып жазуды. Бұл өз тарапынан жаңағы бұл мәселе негізі тарихи түрде жаңа коммуникацияда бар нәрсе. Міндетті түрде Google пайда болды, энциклопедиялар қалды, бірақ ол адамның жаңағы дамуын энциклопедиялық білім емес, жаңағы іздену білімі, бір-біріне жаңағы синтез жасау деген нәрсеге алып келді. Сол сияқты жасанды интеллект те менің ойымша, жасанды интеллект бір нәрсені жаңағы калькуляторды есептеп береді, біз миымызды басқа нәрсеге жұмсаймыз деген сияқты, назарымызды басқа нәрсеге жұмсаймыз сияқты. Осындай сияқты жасанды интеллектте адам алдына дамудың жаңа бір белестерін ашады деп ойлаймын. Жақсы фронт жазса, жаңағыдай жасанды интеллектпен жақсы нәтижеге жетуге болады деген сияқты ғой, иә. Шамалы біз тілшіге оралайық. Бізде ең бірінші танысқан кезде алдыңызға енді қағаз келді ғой, тілші туралы ақпарат. Сол кездегі, біз ренжімеймін, бірден айтамыз. Сол кездегі тілші мен қазіргі тілшінің арасында сіз не көрдіңіз, ары қарай не көресіз, бір жеке өзіңіздің
ойыңыз бар бізге қатысты? Жалпы аймақтық медиаға менің маман ретінде көзқарасым өте өте маңызды деп ойлаймын. Аймақтардағы осылай тәуелсіз медиа болып дамыған дамытатын жаңағы өздеріңізде журналист менеджер болып өсіп жатыр ғой қазір. Журналист менеджер, медиа менеджерлерге міндетті түрде жаңағы өз тарапымнан қандай да бір көмек көрсетуге әрдайым дайынмын. Біз кездескен кезде бірінші рет бұл медиа оқырманы бар, бірақ шынын айту керек, жаңағы өзінің ДНК-сы дейді ғой, жаңағы ішкі құрылымы ары қарай қалай барамыз. Себебі ұзақ мерзімді тұрақты түрде даму үшін медиа болсын, бизнес болсын, өзінің жаңағы ДНК-сын бренд ретінде не үшін танымал, қалай ішкі өзінің құрылымын жақсы білу керек та. Ол адамға да қатысты нәрсе. Адам ретінде сен өзіңді кім екеніңді білмесең, өзіңді кім екенің айтпаса, сен туралы басқа біреу айтып, басқа біреу басқа әңгіме жеткізуі мүмкін деген сияқты. Сол сияқты ол кездегі тілші менің ойымша әлі де жасайтын осындай көп нәрсе жасағысы келеді, ойында жобалары бар, қазақ тілді көп блогермен жаңағы көп блогер болғысы келетін және медиа ретінде дамығысы келетін арналардың мәселесі осы. Көп ойда көп жоба жүреді, қайсынан бастағысын білмейсің. Оның ішінде құрылым деген нәрседен бастадық біз. Яғни құрылым ретінде сіздің нақты бағытыңызды анықтадық осы уақыт аралығында. Аналитиканың негізінде қай бағыттың жақсы дамып жатқанын көрдік. Қай жерде мысалы қай жерде бізде жұмысты қажет етеді, әлі де қай жерде біз әлсізбіз деген нәрсені жаңағы көрдік осы уақыт аралығында. Қазіргі уақытта бұл командасы қалыптасып келе жатқан, мысалы мамандар қалыптасқан орта. Тек қана медиа, тек қана жаңағы бір жақты хабар тарату арнасы емес, қазіргі уақытта бір коммуникация алаңына айналып келе жатыр деп ойлаймын, және аймақтық медианың бұл жердегі рөлі өте маңызды деп ойлаймын. Қазір біз тілші туралы айтып отырмыз. Құрметті көрермен, тыңдарман, біздің ютубтағы каналымызға жазылып қойыңыз, сайтымызға кіруді үрдіске айналдырыңыз, әлеуметтік желідегі барлық парақшамызға жазылып қойыңыз, аңдып жүріңіз. Біз қазір тек оқырман контент жасаушы емес, бізде арамызда бір байланыс бар, және байланыс коммуникация алаңдары бар, және осы үшін біз жұмыс істеп жатырмыз. Аймақтық медиа туралы айтып жатыр ғой. Аймақтық медианы дамуында сіздің ойыңызша қандай форматтар жасап отыру керек? Сайттар, осының барлығын қамту керек деген сияқты. Жалпы форматтардың дамуы, аймақтық медиа болсын, жаңа республикалық медиа болсын, біз бүгін сессиямызды өткіздік. Қазір біз жаңағы бәсекелес деген нәрсе медиада өте бір қызықты жағдайда. Бәсекелес деген нәрсе, портрет бұрын біз анық жасайтынбыз, міне қазақ тілді, міне республикаға хабар таратады, себебі олар аз болатын, және жаңағы дәстүрлі медиада ол жер жаңағы территориялық жағынан, таратылу жағынан шектеулі. Мысалы жаңағы радио болсын, жаңағы газет болсын, сондай. Ал қазір интернетте ол шексіз. Мысалы сол туралы сөйлестік қой бүгін. Жалпы бұл жерде аймақтық медиа кейбір жерде, мысалы Алматыда жүрген оқырман үшін, ақтөбелік оқырман үшін сіз алматылық бір пабликпен таласуыңыз мүмкін. Астанада болса, сіз астаналық басқа пабликпен бәсекелессіз. Егер мысалы, білмеймін, Европада оқып жүрген ақтөбелік болса, ақтөбелік жаңағы сол жақтағы Deutsche Welleмен сіздің арна бір-біріне бәсекелес болуы мүмкін. Яғни бұл жерде жаңағы шекара шектеу жоқ. Аймақтық медиадағы қолданылатын форматтар десеңіз, бұл жерде біз шынын айту керек, ізденіс қай жерде де бізде өте аз. Қазақстандағы онлайн медиа болсын, дәстүрлі медиа болсын, қазір қарап тұрсаңыз форматтар қайталанып жатыр. Жаңа ашылған үлкен арнаны көресің, қарасаң сол жақтағы жобалардың барлығы ескі екі арнадан келе жатқан жобалардың жаңартылған түрі. Аты басқа, заты кішкене басқа, бірақ примерно жоба бірдей, да, мысалы формат бірдей. Сол сияқты подкаст басталды ма, мысалы подкасттар қарай барлық медиа бір подкасттың айналасында жүрді. Сондай ізденіс жоқ бізде. Біз қарау керекпіз басқа нәрсе, насмотренность деген нәрсе бар, мысалы маркетингте. Ол жерде енді біз формат ұрлап, оны қайталап отырмыз деген нәрсе емес. Олда тұрған ешқандай жаман нәрсе жоқ. Ол рейтинг көрсетіп жатса, ол оқырман жинап жатса. Бірақ дегенмен әлі де жаңағы нарыққа жаңашылық әкелу бойынша аймақтық медианың үлкен қалалардағы медиадан потенциалы көптеу, да. Себебі сіздер қате жасасаңыздар да, кішігірім жерде қате жасайсыз, сол жерде тестілейсіз, олар қарай өтпейді деген сияқты. Ал егер уже үлкен бюджеті бар, әрбір бағдарламасын жаңағы өте
тапсырыспен жасап жатқан мысалы подкасттар немесе площадкалар Мгм. болса, ол жерде кішкене эксперимент жасау қиындау. Осы. бәсекелес жоқ деген бір ой естіп отырмын, иә. Мгм. Медиада, Қазақстанның медиасында. Сосын стратегия. Бізде мысалы стратегияда мемлекеттен тапсырыс алмаймыз деген бір өзімізге қатып қалған қағидамыз бар, иә. Мгм. Бірақ соблазн күшті бізде. Мгм. Шақырады, ұсынады. Қазіргі билікте, бұрынғы билікте, мына өңірдегін айтамын. Біз енді әрең ұстап отырмыз өзімізді. Жоқ, алмаймыз, ертең оны кіріп кетсек мемлекет тапсырысқа біттік деген сияқты ой болады. Мүмкін осы бәсекелестің болмауына сол мемлекеттің үлкен ақшасы шығар. Жылына 60-70 миллиард соңғы мәліметтер бойынша мемлекеттік тапсырыс бөлінеді. Блогерларға да, Вайнер, Паблик, кімге не бәрі алып отыр да. Оның ішінде медианың 90% қазір мемлекет тапсырыста отыр. Бәсекелеске болатын ықпалы бар деп ойлайсыз ба тікелей? Әрине бар. Және бәсекелестіктің өспеуіне, жаңағы болмауына, одан кейін жаңағы сіз сияқты қағида ұстанған медиалардың көп жағдайда жалғыз қорғаны ол редакциялық политика. Сіз редакциялық саясат, сіз ол арқылы қайда да бір межеден өтпеуіңіз керек та, ары қарай қалу үшін. Бірақ ол енді шындық. Коммуникация маман ретінде мен айтайын, енді бұл тек біздің елде ғана емес, көптеген елдерде болып жатқан, орын алған және орын алып жатқан жағдай. Бірақ бұл жерде біз бәсекелестікті қалай өлшейміз деген нәрсеге келетін болсақ, мен маман ретінде жаңағы тек қана аудиториялық өлшемдерді аламын да, жаңағы шынын айту керек, мынау қаржылай жағынан, себебі бізде андай продукт, біз стақан шығармаймыз, мысалы ұсталатын нәрсе шығармаймыз. Ол жерде жаңағы өлшем түрлері басқа. Сол аналитика жасаған кезде, мысалы біз агентствода жасадық қой, сол кезде мен сол нәрсені байқаймын. Бұл жерде тек қана жаңағы аудитория бойынша ғана, аудитория портретімен солмен ғана шектеледі, шынын айту керек осы. Сонда аудитория болса, аудитория портретіне ғана арнап, соған ғана өнімдер жасап отыру керек па? Негізі құндылықтан бастаймыз біз. Соны айтамын. Негізі құндылықтан бастаймыз. Ішкі жалпы сіз айтқандай қағидасы қандай, бұл медианың, бұл бизнестің, бизнес подход обязательно керек бұл жерде, себебі ұзақ уақыт даму үшін. Негізі сіз кімсіз деген сұрақтан бастаймыз біз іштей. Қандай жобаларыңыз бар, қандай қателіктеріңіз барын түсінесіз, қандай кемшілік. Себебі бизнестің өзі, медианың өзі ол нәрсені сезіп біліп отырады, ол деген. Әркім өзіміздің қатемізді білген сияқты, сол сияқты медиада тура солай. Негізі сол нәрседен басталады. Біз жалпы мен бизнеспен де жұмыс жасаған кезде мынандай нәрсе айтамын да, сіз бірінші өзіңізді реттеп алайық, одан кейін бар бәсекелестермен қарай көрейік, қай жерде плюс минус. Мен мынау бәсекелесті былай істедім, мына жақтан мынандай формат шықты, мен соған жабысам, мынаған жабысам деген сияқты емес. Мысалы Германияда, Европада кейбір форматтар бар, олар 60-70 жылдардан бері әлі келе жатқан, олар ұстанымына берік, оны өзінің аудиториясы бар, қарамайтын аудиториясы бар деген сияқты, сондай нәрсе. Сондықтан ішкі құндылық. Бізде қазақ жігіттерінің көбінің медиа ашса, шағын медиа ашса еді, медиа болғанда WordPress-тегі жігіттер мен қыздар. Жоқ, көбіне жігіттерді байқаймын. WordPress-тен тегін сайт ашады, сосын аз ақшаға ашады да, бір көздейтін адамдары болады, соны сынап, сосын бір келіссөзге келеді, мемлекеттік тапсырыс алады, бірнеше миллион машина мініп алады, үйін алып алады, содан кейін ана медианың өмірі енді өміршең тоқтайды сонымен. Өміршең болмайды деген ғой. Сондай бір алгоритммен жұмыс істейтін қазақ журналистер көп та, өкінішке қарай. Талай ақыл сұрайды, мен айтамын, жоқ, мен олай жұмыс істей алмаймын, ренжімеңіз. Айналамда да кейбір адамдар болады, сен неге тапсырысқа кірмейсің, мемлекеттік жақсы ғой, сен әлдеқайда алдыға секіріп кетер едің, командаң көп болатын еді деген сияқты әңгімелер болады. Енді сіз айтып отырсыз, құндылық, негізі құндылыққа келе жатырмын. Сол құндылық ол мемлекеттік тапсырыс бар жерде бола ма? Мемлекеттік тапсырыс, пропаганда, сөз бостандығының шектеулі сөз бостандығы, және ол жерде құндылық деген түсінік ана тізімде бола ала ма сіздің ойыңызша? Құндылық деген түсінік бола алады, себебі мен қандай құндылық екенімді өзім шешемін, және ол сіз мен құндылығыма келісесіз бе жоқ па, ол сіздің жұмысыңыз, сәйкес болмаса екеуміз пазл емеспіз, яғни келмейміз. Ол мысалы мен темекі тартам, және темекі тартатын достарымның болуы менің құндылығыма сай, ода тұрған ештеңе жоқ деген. Мүлдем құндылық болмайтын кездер бола ма? Мысалы принцип жоқ, мемлекет тапсырысқа кіріп кеттім, менде принцип жоқ болды, мен пропагандистпін деген. Енді олар солай. Ол да құндылық бола ма? Ол да бір таңдау деуге болады. Сізде осындай қағида болса, ол жерде енді журналистика, сізді ақымақ көруі мүмкін. Ол жерде енді журналистика болмауы да мүмкін. Иә. Білмеймін, енді қазір жағдай көрсетіп отыр да. Ресейдегі жағдай мен Украинадағы жағдай, екеуінің арасында жағдай. Бізде Ресейдегі
баспасөздің шын мәнінде баспасөз емес пропаганда құралы екенін көрсетіп тастады. Өкінішке қарай ол Қазақстанда да соның бір көшірмесі. Сол жерде құндылықты іздегенім ғой. Жарайды, келесі сұрақ. Құндылық деген кезде есіме түсіп кетеді Назым Жанғазы мен пиар маманы. Осы жерде отырып подкаст жазған кезде Назым ханымның айтқаны бар. Мен жұмыс жасап жатқан әрбір клиентімнің құндылықтарына қараймын. Оның отбасына қараймын. Себебі мысалы саяси аренада жүрген адам болса, ол сіз отбасыңызды көрсетіңіз, қандай отбасысыз, сіздің отбасылық құндылықтарыңыз қандай, балаңызға қандай тәрбие бересіз, соны ең бірінші көрсетіңіз. Содан кейін сіздің жұмысыңызды алға қарай жетелейміз. Ал егер сіздің құндылықтарыңыз ұнамаса, онда жұмысты ары қарай жасамаймыз деген сияқты. Сол есіме түсіп кетіп жатыр да Назым ханым несі. Енді бұл жерде сұрайын дегенім, сізде өзіңіз қандай адамдармен жұмыс жасайсыз және жасамайсыз? Сондай кезде бола ма? Өзіңіз бас тартқан, мысалы үлкен сумма ұсынуы мүмкін, бірақ сіз өзіңіз бас тартқан. Негізі мен бұл нәрсе менде мысалы жаңа айттыңыз ғой, Google-да көп жоқсыз деген сияқты. Негізгі мен құндылығы, мен маман ретінде публично жұмыс жасағым келмейді. Яғни мен осындай коммуникация маманмын. Мен негізі Қазақстанда өзіміз азбыз ғой, мен білетін адам, танитын адам, жаңағы жасаған кейстеріме қарап-ақ кейстерім арқылы тауып алады. Менің мысалы ұстанымым сондай. Сіз жаңағы госзаказ алмасаңыз, менің ұстанымым сондай. Тек қана жаңағы мен білетін рекомендация арқылы адамдарды таңдаймыз. Одан кейін жұмыс жасамаған немесе жұмысты қойып кеткен кездеріміз болды. Біз бірнеше жобалармен жұмыс жасадық. Ондай белгілі бір межеде немесе басында, ол енді бизнес болғаннан кейін біз ондай кейстер болды деуге болады. Қандай нәрсеге қараймыз? Енді шын айту керек, тек қана өзім емес, менде команда бар, жаңағы қыз-жігіттер жұмыс жасайтын. Сол кезде бізде негізі қазақылық, мысалы, мен үшін өте қатты маңызды, жаңағы патриоттық сезім. Мысалы, шетелдік компаниялар, ресейлік компаниялар қанша кірді, содан кейін жаңағы ставка жасайтын компаниялар. Қазақы аудиторияға шын айту керек, коммуникация маманы ретінде, жалпы маркетинг маманы ретінде біздің қазақ аудиториямен қалай байланысу туралы біздің жалпы блогерлер болсын, бәрінің рецепті бар да, олар қолдарында, олар түсінеді да қалай жұмыс жасайтын. Ал оны қалай қолданады, ол да бір қару да қолымызда. Ал оны қалай және кімнің кіруіне қолданады, бұл үлкен мысалы мәселе. Қазіргі уақытта біз енді мен жарнама бола ма болмай ма, үлкен бір тек компаниямен жұмыс жасаймыз, солардың толықтай қазақ тілді жарнамасы, ол жердегі жаңағы бренд ретінде стратегиясын толықтай қазақы рухпен жазып жатырмыз. Қалан KZ мысалы, ол жерде мысалы біз тікелей ол кісілермен мен ішкі құндылығым сәйкестігі, жаңағы жұмысқа көзқарасымыз, алға қойған мақсатымыз бірге болғаннан кейін белгілі бір уақытта жұмыс жасауымыз мүмкін. Және бұл жерде уақыт та өте қатты маңызды. Уақыт өте келе ол компанияның немесе менің жаңағы алға қойған мақсатымыз, принциптеріміз, қағидаларымыз ауысуы мүмкін. Ол табиғат себебі, жаңағы өсеміз, өнеміз деген сияқты. Сол кезде ол мысалы айырылуымыз мүмкін деген сияқты. Тек қана сол компания тұрмын, жалпы клиенттермен жұмыс барысында ондай нәрсе болады. Қалан KZ деген сөз мен не екенін білмеймін, бірақ естіп жүрмін, көріп те жүрмін, бір-екі көзіме түсті, бірақ өзім білмесем де аты таныс сіздің еңбегіңіз шығар деп ойлаймын. Бақыт ханым, сіз Маңғыстау облысына жиі барасыз, Маңғыстауда кәсіпкерлермен кездесулер ұйымдастырасыз, лекция оқисыз, қателеспесем Алмаю университетімен шығасыз. Ол жерде сұраныс бар ма Маңғыстау? Енді не үшін сұрап отырмын, Маңғыстау бізге алыс емес, жақын жер болғаннан кейін жалпы өңірлерге не үшін шығасыз, олардың қажет сұранысы қандай, сіз оларға не бере аласыз? Бізде мәселе мынандай ғой, Алматы мен Астанаға мен маркетологпын деген адамдар өте көп. Оның ішінде СММ бітіргендер бар, басқа бар, жаңағы біраз жыл шынында да маркетинг саласында жұмыс істеп жатқан кісілер бар, ресейлік компанияларда, шетелдік брендтерде жұмыс істеген өте мықты маркетологтар бар. Бірақ мен мынандай нәрсені байқадым, өз басым сол Норсвестern университетінде оқып жүрген кезде, сол университет негізі маркетингтің отаны болып табылады. Сол жерде жаңағы маркетинг туралы бірінші кітапты жазған, оны жаңа теория ретінде қалыптастырған кісі сабақ берген. Ол кісі сол жерде жүреді. Содан кейін мен түсінгенім, енді
ол алған білімді мен мына жақта жұмсамасам болмайды. Екінші жағынан Алматыда ол жақта жүргенмен мен үлкен бір жаңағы брендке жұмыс істегенмен, оның алдында да брендке жұмыс жасадым ғой, жаңа өз университетім білім саласында. Маған өзіме сол сала, медиа саласы, білім саласы ұнайды өзіме, сол сала жақсы, да, жұмыс жасағанға жақсы. Ал өңірлерде ондай нәрсе жоқ. Өңірлерде ол маркетологтарды қаншама ақша сұрап шақырады. Екінші мәселе, қазақ тілді маркетологтар жоқ. Қазақ тіліне аудиторияға мысалы стратегия құрып, олардың кәдімгі жаңағы керегін түсінетін, олардың психологиясын, бізде бар ғой жаңағы психографиялық сегменттеу деген нәрсе бар. Осыны түсінетін мамандар жоқ. Және жаңағы батысқа біздің жобамыз көптен бері, бірнеше уақыттан бері жүзеге асып жатыр. Ол жерде мен Алматы университетіне ешқандай қатысым жоқ, ол жерде сабақ бермегенмін. Өзім КИМЭП университетінде жаңағы менде кішкене қате ақпарат жоқ, бәрі дұрыс. Мен өзім негізі Алматы университеті жаңағы Жаңаөзен туралы айтайық, батыстағы Ақтау қаласына. Ол жерде біз шағын кәсіпкерлерге маркетинг туралы білімді апардық, жаңа тренинг жасадық деуге, сату және маркетинг, сату бойынша басқа маман берді. Онда мынандай нәрсе, адамдар бизнес ашады, көптеген қазақ біздің қыз жігіттер бизнес ашады, кішігірім болсын, орта бизнес болсын, одан кейін жүргізген кезде операциондық нәрселер шығады, жарнама бойынша нәрселер шығады, сол кезде жүргізе алмайды да, тастап кетеді. То есть сондай тенденция байқалғаннан кейін сол өңірдің жанашыр бизнесмендері, ірі және орта кәсіпкерлер, олар кезінде сол университет жаңағы Алматы университетінде оқыған MBA бағдарламасына. Сол жерге жаңағы кім қазақша өңірлерге келіп ақпарат бере алады дегенмен, соны бізді жаңағы жоба ретінде ол жүзеге асты. Ол кәсіпкер мырзаларға, ханымдарға көп рахмет айтамын мен, себебі біз 50-дей адамды оқыттық, әлі күнге дейін жаңағы группамыз бар, байланысып тұрамыз. Олардың жаңағы бизнестің тұрақты, медианың, бизнестің, брендтің тұрақты түрде дамуына қажетті инструменттерді үйретеміз. Сонда бастаманы сол жердің кәсіпкерлер көтеріп, өздерін дамыту үшін шақырып отыр. Олар Алматыдан сұраныс қандай болды? Сұранысын айтпадыңыз олардың тарапынан. Не сұрады? Олар сол сіздер сияқты, неге мысалы мен 2-3 жыл жүргіздім, мысалы косметика, мен одан кейін ол жүрмей қалды. Неге олай? Жарнама жағынан ба, басқа жағынан ба? Кейбіреулерінде мынандай сұраныс, орта бизнесте бізге маркетинг компаниялар келеді, жаңағы Ресейден келеді, ірі бизнестерге, Алматыдан, Астана. Олардан не сұраймыз, қалай олармен сөйлесеміз, не деп айтатынымызды білмейміз. Қаржылай болса, понятно, ол жаңа несін шақырады, плюс-минус ол жерде енді маркетингке қарағанда кішкене жақындау дүние ғой, біраз уақыттан бері енгізілген, жұмыс істеп жатқан. Ал маркетингте біз олардан сөйтіп, олар біраз агентстволарға алданған кісілер болған. Мысалы, контрактқа отырады, ол орындамайды, немесе толық емес орындайды деген сияқты. Одан кейін SMM жағын қалай қараймыз, SMM деген не, ал маркетинг ішінде мынау деген не, сонда маркетинг барлық ішкі құрылымға кіре ме, олар мысалы бізден күтеді, біз неге оған беріп түгел барлығын жасап беру керекпіз деген сияқты осындай мәселелер. Әр түрлі сұраныс болды негізі осы. Енді шетелде оқып келдіңіз, Америкада, оның ішінде. Кеше Америкада енді сайлау науқаны өтіп жатыр, Трамптың келіп жатқаны бар президенттікке. Ол жақта енді подача дейді ғой, басқаша көрініп тұр айырмашылық. Бізде Қазақстанда дәл сондай жағдай оқиғаларды, подачасы сондай деңгейге қашан жетеді деп ойлайсыз? Сондай бағытта бір ерекше қылып беру. Ана жаққа қарап отырасыз да, қызығасыз, медиасына бір ұнайды маған өзіме қарап отыр, қызығам. Қазақстанда сондай деңгейге қашан жетеміз? Себебі қараймыз да, Қазақстанда бір қандай саяси науқан өтсін, ол тек брифингтермен жауап бере салады. Қаратсын кетсесің ғой мына сұрақ. Мен негізі мына жақта бір жағынан медиа маман ретінде, бір жағынан маркетинг, коммуникация екі жаққа тартып жатырмыз ғой. Сөйтіп, енді жалпы ол әрине көп жылдар бойы, ғасырлар демей, көп жылдар бойы қалыптасқан жүйе. Ол жерде әрине тек қана президенттік сайлауды айтпағанда, жай ғана компанияның өзінің коммуникацияны жүргізу тәртібі мен реті әбден жолға қойылған деуге болады. Ол жерде енді тікелей сол мен жұмыс
жасағаннан кейін бізде мысалы B2B клиенттер болды, ол жақта жаңағы тікелей жаңағы клиентпен тікелей B2C жұмыс жасайтын клиенттер болды. Соның өзінде қарасақ, біз ішкі жүйесінің өте мықты құрылғаны, қай кезде кім, және біз оны мысалы агенттік ретінде бұл жақтағы бизнестерге де жасаймыз. Яғни бұл жылдар бойы қалыптасқан, өте нақтыланған, құрылымы бар, барлық жаңағы кризистік жағдайды ескерген, және әрбір маманы енді өте мықты сондай жүйе, және ол тек қана ол медианың бір жағынан, екінші жағынан мемлекеттік органның коммуникациясы, үшінші жағынан жаңағы көрсететін әртүрлі тараптардың, жаңағы стейкхолдерлардың бір уақытта бір интереспен жұмыс жасауының нәтижесінде шығады. Біз бірақ сондай бағытта жұмыс жасай аламыз, алдағы уақытта. Сіз қалай ойлайсыз? Соған барамыз ба? Әлде артқа қарай тарту бола ма? Мынандай нәрсе, мен мысалы тікелей журналист емеспін, мысалы тікелей медиа маманы, медиада жұмыс жасамаймын қазіргі күні, көп жылдан бері, бірақ барлық біздің салаға маркетинг болсын, әсіресе кризистік коммуникация, осы жерде жаңағы мемлекет тарапынан көрсетілетін жаңағы қысым барлық салаға әсер етеді. Креативті экономика неге дамымайды деген, оның өзінің теориялық, кәдімгі академиялық несі бар, дәлелі бар. Креативті экономика жаңағы және кризистік коммуникация, ашық ақпарат жоқ жерде дамымайды. Себебі ол жерде басқа жаңағы инструменттер бар оны басқаратын. Сондықтан менің ойымша, енді бұл басты прям мәселе десек те болады, бірақ екінші жағынан біз өз тарапымыздан маман ретінде қазіргі уақытта мысалы жүйені құруға көп еңбек етуіміз керек. Ал мына жақтан ол кезде жүйе құрылған кезде менің ойымша жаңағы қысымда азаю мүмкін деген енді шын айту керек. Саяси факторлар, саяси ерік. Кеше сіздің қасыңызда отырмын, кешкі астың уақытында сіз ана тікелей эфирді қосып қойып инаугурацияны көріп отқаныңыз, ана жерде Безостың тұрғанын байқағаныңыз, жаңағы Масктың тұрғаны өзіме бір түртіп қойдым да, мен неге осындай адам емеспін деген сияқты бір өзіме түртіп қойған кейс болды. Жақсы. Сізге көп рахмет. Енді медиа пиар ортада жаңадан танып жатырмыз дедік қой. Сізді айтып жүреміз, ұсынып жүреміз, Ақтөбе өңіріне әлде келіп жүріңіз. Бұл алды арты болмасын, сапарыңыздың бізге сізде сапалы адамдар өте қажет. Жалпы бізге де, қоғамға да, осы дамиын деген тұлғаларға, субъектілерге. Сол Алматыға аман-есен оралыңыздар, жобамызды сәтті аяқтайық. Сіздердің біз үйретіп жатқан барлық еңбектеріңізді ақтауға тырысамыз. Сізде де көп рахмет. Осы дамыңыздар, осы қолға берген жаңа құралдарды барынша пайдаланып, шынын айту керек, енді жаңа айтып отырмыз, осы мына жақта оқыған екенсіз. Негізі одан гөрі кейде ойлаймын да, мен өңірде қалып, осы жақтағы проблемалармен бірге күресу әлдеқайда үлкен жігерді, үлкен энергияны және жаңағы бірізділікті қажет етеді да. Сондықтан мен сіздерге шынын айту керек, жаңа өткенде Қызылордаға бардық қой, мысалы өңірдегі маркетологтар, өңірдегі жаңағы бизнесмендерге, өңірдегі журналистерге осындай бір таңғаламын және өте қатты таңданамын. Сіздердің еңбектеріңіз біз өзімізге таңғаламыз. Жоқ, шынымен де біз енді үлкен дайын ақшаға кіріп кетіп жұмыс істеген ол бөлікті. Көп нәрсе ойламаймыз. Мынау енді біз әр тиынды өзіміз ойластырамыз. Кейс подкастымыз бола ма, болмай ма деген бір мазалайтын сұрақтар болады. Соның бәрімен бір күрес қой бізде де. Рахмет. Рахмет сізге.